Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз English Plus Grade 5 Students Book кітабындағы 68 және 69 беттердегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Words of Work деп аталады. Бүгін бізде жаңа тарау Unit 6 6-шы тарау, яғни бұл жерде біздегі vocabulary, яғни бізде жаңа сөздік бар. Енді бірінші жаттығуды орындайық. Бірінші жаттығуда былай деп тұр. Look at the questionnaire on page 53. What are the phrases in blue in your language? Guess from the pictures. Бұл жерде оқушылар кітаптың беті 53-ші бет деп қате берілген. Бұл жерде бізде 69-ші беттегі сауалнамаға қарап, ол жерде көкпен берілген фразалар сенің тіліңде қалай аударылады дейді, қалай болады дейді. Соларды біз көппен берілген фразаларды, яғни етістік сөздерді өзіміздің қазақ тілімізге аударуымыз қажет. Енді көкпен берілген сөздерді қарайық. Бұл жерде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай сауалнамада 8 сұрақ келген. Сол 8 сұрақтың ішінде көкпен берілген сөздер тұр. Біріншісінде бізде do homework деп тұр. Яғни бұл жерде сұрақ қойған. Do you always do your homework? Сен әрдайым өзің үй жұмысыңды жасайсың ба деп, және оның жауаптары жазылған. Екінші сұрақта бізде do you watch TV and DVDs in English деп тұр. Сен ағылшын тілінде DVD немесе теледидар қарайсың ба деп сұрақ қойған. Watch TV бізде теледидар қарау. Немесе watch DVD, яғни DVD қарау. And listen to music in English. Және де ағылшын тілінде музыка тыңдайсың ба деп сұрақ қойып тұр. Яғни listen to music бізде музыка тыңдау деген сөз. Келесі ask questions. Ask questions сұрақтар қою. Бұл жерде үшіншісіне былай жазып тұр. Do you ask questions in class when you don't understand? Сен яғни түсінбегенде сен сыныпқа сұрақ қоясың ба дейді, сұрақтар қоясың ба дейді. Revise. Бізде revise қайталау. Қайта қарау. Do you revise before a test дейді. Яғни тесттен алдын сен қайта қарайсың ба, қайталайсың ба деген мысалы сабақтарды. Одан кейінгі сөз бізде practice. Practice жаттығу, дайындалу деген. Do you practice English or go to classes outside school дейді. Яғни бізде практиковать, өз тіліне аударғанда бізде практиковать, яғни дайындалу. Одан кейін бізде go to classes деп тұр, яғни сабаққа бару. Outside school, яғни сыныптан тыс, яғни мысалы қосымша сабақтарға бару. Одан кейінгі бізде use a dictionary, сөздік пайдалану. Do you use dictionary, яғни сен сөздік пайдаланасың ба деп 6-шы сұрақта келген. Одан кейінгі 7-ші бізде copy. Copy бізде көшіру, яғни біреуден көшіріп жазып алу. Do you copy other students? Яғни сен басқа оқушылардан көшіріп жазып аласың ба деп сұрақ қойып тұр 7-ші сауалнамада. Study келесі бізде оқу деп аударылады. Келесі бізде орындайтын тапсырма оқушылар exercise number 2 complete the columns with phrases from the questionnaire, then exchange options. Бұл жерде оқушылар төртке бөліп қойыпты, яғни таблицада көріп тұрғандарыңыздай fun деп тұр бірінші жоғарысында, яғни қызықты, boring қызықсыз, ішпыстырарлық, important маңызды, not important маңызды емес. Біз жаңа сауалнаманы көрдік, оқыдық. Сол сауалнамадағы біз өткен жаңа сөздерді осы 4 бағанға бөліп жазуымыз қажет. Қайсысы маңызды, қайсысы маңызды емес, қайсысы қызықты және ішпыстырарлық деген секілді. Бірінші біз фанға, яғни қызықты, көңілді нәрсеге, бірінші study деп жазып тұр, оқу, білім алу. Және де watch TV and DVDs, бізде теледидар, DVD қарау қызықты ғой. Және де listen to music, музыка тыңдау деп жазсақ болады. Білім алған кезде біз түрлі өзіміздің сабағымызға қатысты теледидардан сабақтарды көрсек болады, мысалы қызықты. Келесі бізде boring, яғни ішпыстырарлық. Бұл бізде мысалға use a dictionary, яғни мысалға сөздік қарау болуы мүмкін. Және де revise қайталау, ішпыстырарлық. Және ask questions, сұрақтар қою, мысалға соларды жазсаңыз болады. Үшінші бізде important, маңызды нәрсе бізде study, мысалға оқу, және go to classes, яғни сабаққа бару, practice, яғни практиковать, дайындалу.
do homework, үй жұмысын орындау. Осы сөздерді жазсаңыздар болады. Important, маңызды нәрсеге. Яғни соңғысы бізде төртінші not important, яғни маңызды емес нәрсе. Ол бізде мысалға копи, көшіріп жазып алу біреуден қарап. Және де мысалға watch TV, теледидар қарау маңызсыз болса, бізде маңызды емес, оны да жазсаңыздар болады. Жалпы өз қалауларыңыз бойынша оқушылар осы біздегі сауалнамадағы сөздерді бөліп осы 4 бағанға жазу. So students, next exercise number 3. Look at again at the questionnaire on page 53 and listen to a conversation between Piotr and Janna. Which of the questions from the questionnaire do you hear? Оқушылар, бұл жерде сауалнаманы қайтадан қара дейді. 69 беттегі Петр мен Жанна, яғни бұл жерде conversation, әңгіме айтқан. Бұл жерде қай сұрақтарды талқылаған деп сұрап тұр. Бұл жерде оқушылар questions 1, 2, 3 and 4. Бірінші және екінші, үшінші, төртінші сұрақтарды талқылаған екен. Енді бізде келесі оқушылар жаттығу, төртінші жаттығу. Listen again and write true or false for sentence 1, 4. Оқушылар, бұл жерде біз тыңдалым тапсырмасы, яғни true немесе false деп, осы сөйлем егер дұрыс болса true, қате болса false деп жазуымыз қажет. Оқушылар, ендеше сіздерге жауаптарын көрсетіп кетейін. Біріншісі бізде false, екіншісі false, үшіншісі де false, төртінші сөйлем бізде true, яғни дұрыс болады. Енді exercise number 5, бесінші жаттығуды орындайық. Complete the table with the words in blue in exercise 4, then choose the correct word in the rule дейді. Яғни оқушылар көкпен берілген төртінші жаттығудағы сөздерді біз осы таблицадағы бірінші, екінші, үшінші сөйлемге қойып жазуымыз қажет. Яғни usually, never, often деген сөздер. Бірінші бізде he usually studies болады. Екінші бізде Жанна often studies. Үшінші бізде they never study болады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай таблицада түгелмен бізде жоқ деген белгі қойған x бізде, яғни never болады. Келесі бізде оқушылар exercise number 6, алтыншы жаттығу. Rewrite the sentence using an adverb from the box in each sentence. Оқушылар, бұл жерде бізге берілген сөйлемдерді always, never, usually, often деген сөздерді қолданып, яғни істеулерді қолданып, біз осы сөйлемді толықтырып жазуымыз қажет. Мысалға, бірінші сөйлемде I celebrate my birthday деп тұр. Мен туған күнімді тойлаймын деп тұр. Мысалға, мен туған күнімді әрдайым тойлайтын болсам, жыл сайын мысалға I always celebrate my birthday деп жазамыз. Ал егер ешқашан тойламайтын болсақ, I never celebrate my birthday болады. Одан кейін бізде my teacher never plays music in class деп жазсақ болады. Үшінші, my friends usually do their homework at school. Төртінші, I watch TV in my bedroom. I always watch TV in my bedroom деп жазсақ болады. Одан кейін бесінші, we have often a big family meal on Sunday. Алтыншы, my dad often plays football. Жетінші бізде оқушылар activate, do the questionnaire with the partners and check the key деп тұр. Жетінші жаттығуда оқушылар бізде 69 бетте берілген questionnaire, яғни сауалнамаға қарап, яғни досымызбен бірге орындаймыз, яғни партнер қасымыздағы жұбымызбен. Одан кейін бізде check the key деп тұр, яғни кілт сөзбен тексер деп тұр. Бұл жерде оқушылар қараймыз енді. Көріп тұрғандарыңыздай оқушылар кілт сөздер астында сарымен көрсетіліп тұр, яғни әр жауапқа бізде point, яғни ұпайлар бар. Бірінші мысалға A жауабын таңдасақ, бұл жерде 3 ұпай береміз, B-ге 2 ұпай, C-де 0. Енді бірінші біз орындайық. Мысалға бірінші сұрақта былай деп тұр: Do you always do your homework? Сен әрдайым өзің үй жұмысыңды орындайсың ба дейді. Егер біз әрдайым орындайтын болсақ, A деп жауап береміз, yes, always мысалға. Екінші бізде do you watch TV and the DVDs in English and listen to music in English дейді. Сен әрдайым ағылшын тілінде DVD немесе теледидар көресің бе, немесе музыка тыңдайсың ба деп сұрақ қойып тұр. Бұл жерде бірінші жауапта yes, always, B, yes, sometimes, no, never дейді. Егер әрдайым көретін болсақ, A жауабы, ал кейде болатын болса B, ешқашан болса C жауабын таңдаймыз. Мен сіздерге аударып берем, оқушылар өздеріңіз барлық ұпай сандарын қосып, қай әріпті таңдаңыздар. Мысалға, енді
A таңдасаңыздар 3 ұпай, B таңдасаңыздар 2, C болса 0 деп барлығын соңында қосып есептейсіздер. Үшінші сұрақта бізде do you ask questions in class when you don't understand? Сен егер түсінбесең, яғни сабақта түсінбесең, сен сыныптан сұрайсың ба, сұрақ қоясың ба дейді. Енді төртіншісін қарайық. Do you revise before a test? Сен яғни тесттен алдын қайталайсың ба, сабақты қарайсың ба деп тұр. Бесіншісінде do you practice English or go to classes outside school? Сен өзіңнің ағылшын тіліңе яғни дайындаласың ба, практиковать етесің бе, немесе go to classes outside school деген яғни қосымша сабақтарға барасың ба сыныптан тыс дейді, мектептен тыс. Бізде жауабын қарап тұрсаңыздар, yes, usually, yeah, әдетте, b, yes, sometimes, кейде, no, never. Осылай сұрақтардың жауабын қарап өзіміз таңдаймыз. Алтыншы, do you use a dictionary? Сен сөздік қолданасың ба дейді. Егер әдетте қолданатын болсаңыздар, a, кейде болса sometimes, b, ешқашан болса c. Жетіншісін қарайық. Do you copy other students' homework or tests? Яғни сен басқа оқушылардан үй жұмысын көшіресің бе, немесе тесттер көшіресің бе деп тұр. Сегізінші, do you listen and study when you are in class or do you talk and play with your friends? Дейді. Сен сыныпта кезде тыңдап оқисың ба дейді, немесе do you talk and play with your friends деген сен басқа оқушылармен, достарыңмен ойнап, сөйлесесің бе, немесе тыңдап сабақты оқисың ба дейді. A жауабында I always listen and study, мен әрдайым тыңдап оқимын дейді. B жауабында I usually listen and study, мен әдетте тыңдап оқимын дейді. C I never listen or study in class, мен ешқашан тыңдамаймын сабақты, яғни оқымаймын деген. Енді оқушылар бұл жерде сарымен берілген астындағы бізде кей жауаптары тұр. Бұл жерде жауаптарына қарап өзіңіздің қандай оқушы екеніңізді анықтасаңыз болады. Енді егер де сіздің жауабыңыз 0-ден 8-ге дейін болса, 0-ден 8-ге дейін ұпай жинасаңыз, былай дейді, oh dear, you've got problems or you need to study more. Ой, қымбатты, сенің яғни проблемаң бар дейді. Ол жерде біз көбірек оқуымыз қажет дейді. Егер 8-ге дейін балл алсаңыз, осы сауалнамадан өзіңіз есептейсіздер, бұл жерде көбірек оқуларыңыз қажет, білім алуларыңыз қажет дейді. Енді 9-дан 17 ұпай жинасаңыздар, not bad, sometimes you are good and sometimes you are not so good дейді. Яғни жаман емес дейді, кейде жақсы, кейде яғни жақсы емес дейді. Яғни сабағыңыз кейде жақсы емес, сондықтан біз әрі қарай білім алуымыз қажет, жаман емес бірақ деп тұр. Егер 9-дан 17 балл болса. 18-ден 24 болса, congratulations, you are a perfect or almost perfect student дейді. Егер сіздің балыңыз 18 ұпайға жетіп тұрса, құттықтаймын дейді. Сіз керемет оқушысыз дейді. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. So the lesson is over. Goodbye students. See you next lesson. Келесі сабақта кездескенше оқушылар.